Ассалаумағалейкум. Бұл Қызылқоға ауданы Сағыз ауылына жақын жердегі Алпана қорымы. Сағыз бен Ақтөбенің территориясының дәл сызығында орналасқан. Осы шекара осы қорымның дәл үстімен кесіп өтеді ғой. Бірақ Атыраудың жалпы иелігінде, Атырау облысының иелігінде. Бұл Алпана деген қорым, жоғарыда айтқандай, бұл жерде әйел адамның атымен аталады. Кезінде батыр болған алып денелі әйел адаммен байланыстырады. Екінші аңызда Түктатаның әйелі деп келеді. Түктата ненің арғы бетінде, өзеннің ана жақта көріне ме, көрінбей ме? Жақындатып көрейік. Так, осы жерде Түктата деген бар. Сол кісінің әйелі деп келеді. Енді қазір неге біреу өзеннің арғы бетінен, неге бергі бетінде екен қазір есіме түспей отыр. Оның өзінің бір несі болар, историясы, тарихы. Бұл жалпы адайлар мен кетелердің қорымы. Ерекше мынандай кесенелер бар. Мына жерде орта ғасырлық кірпіштен қаланған кесенелер бар. Құлпытастарымен ерекше саған атамдар бар, саған атам дейді. Мынандай күмбез жоқ кесенені саған атам деп айтады жалпы. Енді Алпананың несі деп жерленген жерде мынандай белгі қойған, мына жерде Алпана дейді. Тас қойған Бөлекбай, Өскенбай. Так, 80 дейді. 80 жыл қойған ба, қалай сонда? Өзін туған жылына. Мына жерде шамамен Алпананың кесенесі деп жерленген жерде алған ғой. 18-20 ғасыр басы. Бұл қорым Сағыз ауылынан шамамен 10 километрдің шамасында. Так, Тыныштығұл Ақтан Кете Алтай Қосай бөлімі оқыған болып тұр бұған дейін. Енді бұл орта ғасырлық кірпіштер. Бұл орта ғасырлық кесене емес. Бұл жақын маңдағы орта ғасырлық керуен сарай сияқты бір тарихи орыннан тасып алып келіп осында кесене салған. Орта ғасырлық кірпіштерден қасына маңдай кесене салған. Алдында құлпытастары бар, 19 ғасырға сәйкес келетін. Енді бұл жерде құлпытас көп, оның бәрін қазір оқып видеоға түсіру мүмкін емес. Бұл енді Кетенікі, Кете руы дейді, Мама Түйте тайфасы, Боранбай баласы, Көбен дейді, 47 жасында опат, жаздырды ағасы, Босқынбай сияқты, 1857 жылда дейді, таңбасы астында. Оқуға жарамсыз құлпытастар да көп бұл жерде. Терең ойып жазылмағандар, жазулар кетіп қалған көбінің. Так, Адай руы Жеменей Кенже тайпасы, Тоқабай жаулы баласы опат болды 60 жасында. 1875 жаздырды баласы Ағатай мырза дейді. Так, мына жерде Жеменей Кенже Қонай немересі Бегешіл жаулы. Так, мына жерде екі құлпытастар, Кетенікі бірақ Кете руы Әлмәмбет дейді. Тайфасы Алтай бөлімінің тағы берді сияқты, тағы берді қалалы. Так, тағы берді қалалы. Меңдібеке опат 70 жасында дейді. 1858 жылды жаздырды баласы Жанбай болу керек. Қасында құлпытас Кете руғы, Әлмәмбет ішінде дейді, Алтай тайфасы, Бұқан баласы, Тоқан бәлді бұтыр жалпы.
Так, Ботақан да болмы, так, Ботақан. Жоқ. Тоқан немесе Боған баласы. Так, мынау не әріп? Атыма. Тағы берді екен опат. Так, 83 жасында 1855 жылда жаздырды. Баласы бірдеме Ынбай мырза. Так, бұл тағы бердің өзі. Бұл әйел болып тұр. Сонда әйел болып тұр. Кете. Так, бұл да кете Әлімбет тайфасы деп жатыр. Так. Асықпай қарамыз, көрінбейтін жерлер бар. Адай жемені Қонайбын Тоқабай Айғаным оқыған болып тұр. Мынау әйел адамның құлпытасы жалпы әдемілеп салынған. Жазу артында олар. Адай руы дейді ғой. Жемені тайфасы. Так, Жемені тайфасы Қонай сияқты бөлімі. Қателеспесем. Так, кім байды? Так, Ездібай. Қателесу мүмкін. Ездібай қатыны дейді. Қатыны. Так, Шоқыр бәйбіше. Опат болды. 34 жасында 1888 жылда. Андай қой тастар да бар. Жемені Тоқабай немересі Ізбасула Тәжікен. Арт жағында мына нелердің. Кесененің ішкі көрінісін көрсетіп жіберейін. Ішінде құлпытасы жатыр, жалпы оқылған шығар енді. Бел қойғанына қарағанда. Мына Тоқабай жаулы баласы. Бұл да кете руғы дейді. Жаман дейді. Жаман естек сияқты. Тайпасы. Так, Баймырза баласы. Баймырза баласы кім дейді? Орақбай немесе Құрақбай. Сәл қателеспесем, Құрақбай халалы әйел адам екен ғой. Так, Көрпе екен аты? Көрпебай бәйбіше екен ғой. Опат 68 жас 1857 жылдарда баласы Бабанияз